Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның су ресурстары. Яғни бүгінгі сабақта біз Қазақстанның су ресурстары аймақтары бойынша біркелкі таралмаған. Не себепті? Біз соны нақты анықтайтын боламыз. Елдің солтүстігі мен шығысында жеткілікті болса, оңтүстік және батыс аймақтарында су тапшылығы байқалатындығын білеміз, иә? Сонымен қатар Қазақстандағы су ресурстары, Қазақстан су ресурстары өзен мен көлдердің ағындарынан өте тәуелді. Яғни бүгінгі сабақта біз нақты су тапшылығын анықтап, дәлелдеп шығатын боламыз. Яғни қысқаша түсіндірмеге келетін болсақ, Қазақстанның су ресурстары бұл елдің экономикасы мен экологиялық тепе-теңдігін қамтамасыз ететін аса маңызды табиғи байлықтарының бірі. Қазақстанның су қоры негізінен өзендерден, көлдерден, мұздықтардан және жерасты суларынан және жасанды су қоймаларынан құралған. Жасанды дегеніміз ол адамның іс-әрекетінен құралған су қоймаларды айтамыз. Республика аумағында 85 мыңнан астам өзен мен уақытша ағатын сай-салалар бар. Олардың ішіндегі ең ірілері Ертіс, Есіл, Тобыл, Жайық, Сырдария, Іле өзендері. Бұл өзендердің көпшілігі көршілес елдерінен бастау алады. Сондықтан су ресурстарын пайдалану мәселесі трансшекаралық сипатқа ие. Трансшекаралық дегеніміз шекараның ар жағынан келетін су қоймаларында, су өзендерді айтамыз. Сонымен қатар Қазақстанның су ресурстары қандай негізгі көздерден құралған деген сұрақ келіп тұр. Бізде Қазақстанның су ресурстары өзендерден, көлдерден, мұздықтардан, жерасты сулар мен жасанды қоймалардан тұрады. Бұл көздер елдің экологиялық тепе-теңдігін сақтауда және ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіптік өндірісті сумен қамтамасыз етуде ерекше маңызға ие. Яғни оларға өзен сулары, мұхит сулары, көлдер, мұздықтар және жерасты суларын жатқызамыз. Сонымен қатар, неліктен Қазақстанда су ресурстарының аймақтары бойынша біркелкі таралмау байқалады? Осы сұраққа нақты жауап іздейтін боламыз. Қазақстанның табиғи климаттық жағдайлары мен жер бедерінің әртүрлілігіне байланысты су ресурстары біркелкі таралмаған. Солтүстік және шығыс өңірлерде өзен, көлдер мен жауын-шашын мол болса, оңтүстік пен батыс аймақтарда климат құрғақ, булану жоғары және өзендер сирек, сондықтан су тапшылығы сезіледі. Яғни міне өзімізге белгілі. Бұның барлығы біз шөл зонасы десек болады. Келесі бізде Қазақстан үшін трансшекаралық өзендердің маңызы қандай және бұл қандай мәселелер туғызады? Сонымен қатар жауап беретін болсақ, Қазақстанның ірі өзендерінің көбісі көршілес елдер аумағынан бастау алады. Мысалы, Ертіс, Қытай, Сырдария, Қырғызстан мен Өзбекстаннан. Бұл жағдай көбінесе судың көлемі мен сапасын бақылауда қиындатып, мемлекеттер арасындағы су бөлу және экологиялық тепе-теңдікті сақтау мәселелерінен тудырады. Сонымен қатар Қазақстанда су ресурстарын сақтау мен тиімді пайдалану бағытында қандай шаралар жүргізіледі дейді. Осы сұрақта біз су ресурстарын сақтау мәселесіне келетін болсақ, мемлекет заманауи су үнемдеу технологияларын енгізіп, яғни жаңартуда, жаңа су қоймаларын салуда және жерасты сулары қорын зерттеуде. Сонымен қатар су ресурстарын қорғау мен ластануды азайту бағытында экологиялық бағдарламалар жүзеге асырылып келеді. Халықаралық деңгейде өзен бассейндерін бірлесіп басқару тәжірибесі дамып келеді. Яғни су сіңгіш қабаттарда жинап, өзендер арқылы олар кәдімгі нелер жасап жатыр, жаңағы жүйелі заманауи технологиялар жасап жатыр. Суды үнемдеу технологияларына келетін болсақ, бұл жерде кәдімгі қондырғы ретінде қолдану және біз егіншіліктерді тамшылатып суару жүйесіне өту. Яғни біз бүгінгі сабақта су ресурстарын сақтау мақсатында қандай жобалар енгіземіз, сол бойынша талқылап өтетін боламыз.